Экологиялық мониторинг деген не? Біздің айналамызда көзге көрінбейтін нәрсе көп. Біз қоршаған ортаның жай-күйіне мониторинг жүргізумен айналсамыз. Бақылау жүргізу бүкіл Қазақстан бойынша 507 бақылау пунктінде 20 зертханада жүзеге асырылады. Үлкен қалада ауа неден тұрады? Атмосфералық ауаның жай-күйін бүкіл Қазақстан бойынша орналасқан Қазгидромет РМК ауа мониторингінің 140 станциясы тіркейді. Станция жоқ жерде біздің мобильді зертханалар жұмыс істейді. Олардың 17-сі Қазақстан бойынша Қазгидромет РМК 15 аймақтық филиалдарында орналасқан. Барлық ақпарат ERKZ мобильді қосымшасына беріледі және қолжетімді. Судың құрамын зерттеу өте маңызды. Ол үшін бізде су сапасы 143 су нысандарында тексеріледі. Ағаштардың неліктен нашар өсетінін, төмен өнімділікті білу үшін топырақ құрамын зерттеу керек. Мұны біздің жылжымалы зертханаларымыз жасайды. 89 метеостанция радиациялық сәулеленуді қадағалайды. 46 метеостанция атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамын, 39 метеостанция қар жамылғысының химиялық құрамын бақылайды. Біздің заманауи және мобильді зертханалар топырақ, су және ауа талдауын жасайды. Ластанудың жекелеген түрлері бойынша ақпарат экологиялық ақпараттың maps.gidromet.kz интерактивті карталарында 24 сағат 7 күн қолжетімді. Қазгидромет РМК ауа, су және топырақ жай-күйіне тәулік бойы мониторинг жүргізеді. Барлық ақпарат сайттарда және ERKZ мобильді қосымшасында ашық түрде ұсынылған. Барлық өңделген ақпарат барлық мемлекеттік қызметтерге, бұқаралық ақпарат құралдарына бірден таратылады және 24 сағат 7 күн ашық қолжетімді болады. Төтенше жағдайлар, өрттер, жарылыстар, балықтардың қырылуы және тағда басқа жағдайларда біздің қызметкерлер дереу апат орнына шығып, ауадан, судан және топырақтан сынамалар алып, мәліметтерді мемлекеттік қызметтерге себептерін анықтау үшін, авариялар мен зардаптарды жою үшін жолдайды. Барлық жедел ақпарат Қазгидромет РМК мобильді қосымшасы мен сайтында орналастырылған.